Сәлем, достар. Менің атым Райдер. Бүгін біз алфавиттің Г деген әрпін үйренеміз. Маған көмекке құтқарушы күшіктерім Скай, сәлем, достар, және Чейз. Сәлем, балақайлар. Алдымен екеуің Г әрпінен басталатын сөздер тауып айтып көріңдер. Ал кеттік. Г. Гүл. Г. Гитара. Г. Газет. Г. Глобус. Жарайсыңдар, ал енді Чейз бен Скай арасында сайыс өткізейік. Сендерге 2 суреттен беріледі. Сендер сол суреттегі Г әрпінен басталатын сөзі бар суретті тауып айтуларың керексіңдер. Түсінікті ме? Ал кеттік. Грузия және Армения. Г әрпі бар сурет. Грузия. Мен таптым. Жарайсың, Скай, сенде 1 ұпай. Газель және КамАЗ суреті. Г әрпі бар сурет мұнда. Газель. Газель Г әрпінен басталып тұр. Жарайсың, Чейз, сенде де 1 ұпай. Мұнда Гаухар және алтынның суреті. Г әрпі мұнда Гаухар. Гаухар сөзі Г әрпінен басталып тұр. Скай, жарайсың, сенде енді 2 ұпай. География және математиканың суреті. Г әрпі бар сурет. Г. География. Дұрыс, Чейз, сенде де 2 ұпай. Гипс және ғарыш. Мұнда менің ойымша Г әрпі бар сурет ғарыш. Жоқ, Скай, қателестің. Г әрпі бар сурет гипс қой. Гипс. Дұрыс, Чейз, гипс. Скай, ғарыш сөзі Г әрпінен басталып тұр. Г мен Г әріптері ұқсас. Сол үшін шатастырып алмаңдар. Ал Чейз, сенде 3 ұпай. Жеңімпаз сонымен Чейз. Құттықтаймын сені, Чейз. Рахмет. Ал достар, Г әріпін ұмытпас үшін әрдайым қайталап жүріңіздер. Біз сіздерге сау бол дейміз.